Құрметті қазақстандықтар, бүгін Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Бұл оқиға еліміздің тарихындағы жаңа кезеңнің бастауын айқындап, ауқымды саяси, экономикалық және қоғамдық жаңғыруларға жол ашады. Ақжол демократиялық партиясы барша республика азаматтарының осы тарихи оқиғамен шын жүректен құттықтайды. Жалпы халықтық референдумда қабылданған жаңа конституция Қазақстанның мемлекеттік дамуындағы маңызды белеске айналып, еліміздің алдағы стратегиялық бағыттың айқындады. Бүгіннен бастап бұл тарихи таңдау нақты жүзеге аса бастайды. Конституция күшіне енген сәттен мемлекеттік құрылыстың жаңа кезеңі басталып, оның қағидаттары мемлекеттік шешімдердің де, жүргізілетін саясаттың да берік негізіне айналуға тиіс. Конституция мемлекеттің құрылымдық негіздерін ғана емес, оның стратегиялық даму бағдарын да белгілейді. Осы конституциялық нормаларды іс жүзіне іске асыру Қазақстан дамуының жаңа кезеңдегі басты міндеттердің бірі болмақ. Ақжол демократиялық партия үшін жаңа конституцияның парламентаризмді, саяси бәсекелестікті, тәуелсіз сотты, жеке меншік қорғалуын, экономикалық еркіндікті және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының конституциялық кепілдіктердің одан әрі нығайтуға берік негіз қалауы айрықша маңызды. Бұл қағидаттар партиямыздың ұзақ жылдар бойы басымдықтары бірі болып келді және Конституциялық комиссия жұмысының барысында көрініс тапты. Ақжол демократиялық партиясы бұдан былай да заңнаманы жетілдіруге, азаматтардың құқықтары мен отандық кәсіпкерлікті қорғауға белсенді атсалысып, конституциялық қағидаттардың өмірге толық жүзеге асуына және Қазақстан Республикасының одан әрі дамуына өз үлесін қоса береді. Жаңа конституцияның күшіне енуі әділетті, құқықтық әрі қуатты Қазақстанды қалыптастыру жолындағы, тәуелсіздігімізді нығайтудағы, ұлттық экономиканы дамытудағы және қоғам бірлігін бекемдеуге маңызды қадам болатынына сенеміз. Барша Қазақстан Республикасы азаматтарының жаңа конституция күшіне енуімен шын жүректен құттықтаймыз. Елімізге бейбітшілік, бақ-береке, бірлік, сенімді дамуды, бүгінде әрі болашақ ұрпақтың игілігі жолындағы толайым табыстарды тілейміз.